Бирөө тірі де жоқ сияқты, бирөө өліп қалса да бар сияқты. Адам қызғаныштан тез қартаяды, ренжіштен ауру пайда болады. Ашушаң жүдек күш келеді. Адам тәрбиелетін қаталдық емес, мейірім. Ұйықтар алдында бәрін кешіріп, таза жүрекпен ұйықтаңыз. Әр қиындықта жеңілдіктер, әр көз жасында қуаныш, әр сабырлықта абырой жасырылған. Бақыт жарыңыздың адалдығы, бала шағаның амандығы, отбасының татулығы. Адам басына бақтың қонғанын білмейді, ұшқанын біледі. Ашу ақылсыздықпен басталып, өкінумен аяқталады. Өзгенің қателігін сынаған, өз қателігін қынамайды. Бәрін түсінуге болады, бірақ бәрін емес. Сізге өсек айтқан адам, сіз туралы да өсек айтады. Ақылды адам біреудің кем бетігін өзі түзеп жүреді. Ақымақтар біреудің кем бетігін жіпке түзіп жүреді. Біреу уақытты жеткізе алмайды, біреу уақытты өткізе алмайды. Сараң алғанына, жомарт бергеніне қуанады. Сөйлей беретіндер көп, сөйлей білетіндер аз. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы мен мақсаты жоқ адам кедей. Жақсылықты жақсы адам ғана бағалай біледі. Бірінші болып кешірім сұрау әлсіздікті білдірмейді. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса. Басқалардың бақытына қуанып жүретін адам бір күні өзі де бақытқа жетеді. Өмірдегі жеті керемет: көру, есту, сезу, сөйлеу, ойлау, қуану және сүю. Жаман жағыңды іздеген адам жақсы жақтарды да көре алмайды. Адамның көңіліне қарап сөйлеу адамгершіліктің белгісі. Айтылғанша сөзге сіз қожайынсыз, айтылған соң сөз сізге қожайын. Кешірімді екен деп адамды ренжіте беруге болмайды. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар.